алдарыңызда статистика, екі жауынгердің бойы да, жасы да бір-бірімен шамалас. Elzhan, Aliaskar. Құрметті ханымдар мен мырзалар, келесі жекпе-жек аса жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in bantamweight division, introducing, fighting out of the blue corner. He is 28 years old. His professional record 7 wins, 3 losses, stands 179 centimeters tall. His weight 64 kilograms. Fighting out of Mumbai, India. Please welcome Ravi. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. He is 28 years old. His professional record 9 wins, 4 losses, stands 174 centimeters tall. His weight 64 kilograms. Fighting out of Алматы, Kazakhstan. Hanımlar мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Elzhan, Aliaskar. Ravi Aliaskar байылы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіздер, ережені ұтпаймыз. Құлансаңыз, Осылайша 3 раундқа жоспарланған бүгінгі кештің тағы бір тартысты болады деп күтілген жекпе-жегі басталды. Алғашқы раунд Elzhan, Aliaskar және Ravi Сау. Могу представить себе, что та же стратегия будет у Алиаскара, как и в бою с Поповым. Рухани Валиевті да 18 секундта нокаутқа жіберген болатын. Elzhan және... Внешний правый прибор, хорошая двоечка от него. Стратегия, Неплохой лоу-кик от Соу. Теряет равновесие. Elzhan, Aliaskar. Да. Тамаша соққы жасады және... Паунд. Шалқалай құлаған Ravi Сау. Проходит сквозь оборону. Elzhan, Aliaskar. Қорғануға мәжбүр. Екі қарсылас бір-бірінің аяғына жармаса кетті. Дважды чемпион Индии по грэпплингу. Давайте не будем забывать об этом. Серьезное звание. Все-таки навыки должны быть в партере. Алиаскар. Қазір Elzhan, Aliaskar қарсыластың бір аяғын осылай істен шығаруға тырысып еді. Просто пересаживается в маунт и отсюда полетят удары. Рука заблокирована, Сау не может обороняться, он просто закрывается. Алиаскар забежал, и судья. Да, просто. Elzhan, Aliaskar. Winner by TKO, fighter of the red corner, Elzhan, Aliaskar.